Бозбалашақтан ән айтуға құмартқан Айбек үлкен сахнаға 2016 жылы алғашқы қадамын жасайды. Ол бүгінге дейін тыңдарманға 20-ға тарта шығармасын ұсынып үлгерді. Әдемі, Жанымай, Қызған шағым, хит әнім бар, Алматары осында бірнеше әндері Айбектің өнер жолында танымалдыққа жетуіне жол ашты. Өнер иесінің алғашқы шығармашылық кеші 2 бөлімнен тұрды. Алғашқы бөлімінде әнші ел құлағында жатталып қалған танымал әндермен көрерменнің көңілін баураса, екінші бөлімде тың туындылармен тыңдарманын қуантты. Жол төккен жанарың, қас кірпігің қабағың, кербезіңді даларың, әдемі, әдемі, әдемі. Халықтың оң бағасын алып, ілтипатына бөлінудің парқын білетін Айбек жеке кешіне тыңғылықты дайындалған, репертуарын жаңартқан, толықтырған. Сонымен қатар сазда әуенге негізделген қойылымдар да ерекше. Шынайы өнерді бағалайтын сыр жұртшылығы бұл кеште елімізге танымал эстрада жұлдыздарының да өнерін тамашалады. Сен жетіспей тұрасың, жалғыз өзің қалсам, сен жетіспей тұрасың, бір ортаға барсам, нең кетеді сыйлаған жүрегімді алсам, бір жетісіп қалам-ау, сен жанымда болсаң, бір жетісіп қалам-ау, сен жанымда болсаң. Айбек бауырымыздың концертіне кеш қонағы болып келдік. Өнерде жолы ашық болсын деп тілейміз. Халық әдемі бір демалып қайтты. Ол деген сөз халыққа керек көңіл күйді бере алатын жігіт деп ойлаймын. Сондықтан тек жақсылық тілеймін оған. Талантты әншінің өнерге деген жанашырлығының тағы бір дәлелі өзінен кейінгі буынға көрсеткен қолдауы. Сахна сырбазы бұл кеште жергілікті жас ақын сазгерлердің бірнеше туындысын орындады. Аға бауырымыздың бүгінгі жеке шығармашылық үлкен концертіне келіп жатырмыз. Қолдау болып келіп жатырмыз. Айбек бауырымыздың талабы өрлей берсін. Бүкіл қазақтың емес, бүкіл әлемнің өнерін әлемнің деңгейіне шығатындай үлкен азамат болсын деген ниетім бар. Ана қызда, мына қызда, құйылып ән сұрайды, бірақ маған сол аруға ән арнаған ұнайды. Сыр сахнасын әуез әнге бөлеген Айбек Қоңырбайдың кешіне жиылған көрерменнің қарасы қалың. Ал әнсүйер қауымның тұран топырағында туған төл перзентіне оның өнеріне берген бағасы ерекше. Концерт кеші өте керемет, әсерлі болды, өте жақсы әсер алдық. Шығармашылық табыс тілеймін, әрі қарай өрлей берсін, биіктерден көріне берсін әрқашанда. Творчестволық табыс тілеймін. Осындай сыр өңірінің балалары биіктерден көріне берсін. Әрқашанда жаңадан жақсы жаңалықтармен бізді қуантай берсін. Алғашқы шығармашылық ән кешімді сыр елінен, өзімнің туған қаламнан, өзімнің туған жерімнен бастап жатырмын. Халықтың көңіл күйіне қарасам жақсы отқан сияқты. Енді мен шыны керек сахнаға шыққаннан кейін қобалжу басым өте көп болды. Біздің қазіргі жоспарымыз енді осы концертті бергеннен кейін тоқтатпай, әрмен қарай дамытып, тағы да жаңа әндер, жаңа бейнебаянмен жалпы Қазақстанның бүкіл қалаларын аралап шықсақ деген ойдамыз. Әншінің туған топырағында басталған өнер көші еліміздің өзге өңірлерінде де жалғаспақ. Абдылжан Бердібек, Алматы Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.